24 ақпанда Ресей Украинаға соғыс басталғалы әлеуметтік желіде сан түрлі ақпарат тарай бастады. Мысалы, желіде Владимир Путиннің Нигерияға Ресей Украина соғысына араласпауды ескерткен деген видеосы тарады. AFP журналистері ақпараттың рас өтірігін тексерді. TikTok желісіндегі видео мәтіні орыс тілінен басқаша аударылған. Путин Африка елдеріне өз ісімен айналысуын және өзге елдің соғысына араласпауын ескерткен-міс. Бұған қоса видео аудармасында Ресей мен Украина туралы твиттері жазғанша өз жеріңіздің мәселесін шешпейсіз бе делінген. Сонымен бірге, видео жазбасына сәйкес Путин: егер Африка елдерінің кез келген басшысы Ресей туралы жазатын болса, мен сол елге ойланбастан ядролық соққы жасаймын. Бүгін Нигериядан бастаймын дегенміз. AFP фактчекерлері желіде тараған видеоның түпнұсқасын биыл 25 ақпанда жарияланғанын және Путин басқа мәлімдеме жасағанын анықтады. Түпнұсқада Путин Украина үкіметінің өкілдерін нашақор және неонацистер екенін айтқан. Сіздерге айтар кеңесіміз, соғыс уақытында тараған әрбір ақпаратты жан-жақты саралаңыз. Біздің бұған дейінгі видеоларымызды көруге және желі парақшаларымызға тіркелуге шақырамыз. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.